Әлмисақтан халқымыздың еншісіне берілген асыл қасиеттер аз болмағаны анық. Соның ішінде алыптық пен өрлікті таудан алған десетін ер жүрек ерлеріміз, баһадүр батырларымыз бен балуандарымыз айдалы ақылдар мен алпауыт күштерінің арқасында ел намысын, жер намысын қорғағаны ақиқат. Арқасына 6 бұт, желкесіне 7 бұт көтерген атан тірсек алыптарымыз, дұшпанының сағын, қарсыласының жағын сындырған бұқамойын балуандарымыз ежелден ақ ел абыройы, көп мақтанышы болып келген. Ал бүгінгі бейбіт заманда балуандарымыздың бағы жанып, ата өнеріміз ардақталып, ауыл арасындағы тойлар мен дабыралы жиналыстардың көн тізбесінен қана емес, халықаралық ойындардың қатарынан табылып жатқан қазақ күресі күллі әлемнің назарында екені мақтаныш. Қазақ күресі білек күші бұлқынған, қарсыласының жігерін қом қылған, бота тірсек бурасан, атан жілік азаматтар қатынасатын текті күрес түрі. Қазақтың ұлттық спорт түрлері туралы өрелі ой ортақтасу мақсатымен ұйымдастырылған Қазақтың ұлттық спорт түрлері туралы ғылыми талқы жиыны 22 қыркүйекте Моңғолкүре ауданында өткізілді. Талқы жиынға елімізден және Қазақстан Республикасынан қатысты қоғамдық ұйымдардың басшылары, қазақ спортын зерделеп жүрген майталман мамандар, мәртебелі жеңістермен елін қуантқан танымалы балуандар және ақпарат құралдарының тілшілері қатынасты. Олимпиада чемпионы жақсылық үшкемпіровпен талай мәрте мемлекеттік жүлденің төрінен көрінген Солткен Көкішұлы қатарлы балуандардың қатарға жайғасуы жиналыс мерейін асырды. Жиынның беташар сөзін автономиялы райондық қазақ мәдениет қоғамының төрағасы Арып Зұрғанбекұлы сөйлеп, қазақтың ұлттық спорт түрлері туралы өрелі ойларын айтып, еліміз қазақтарынан шыққан арқалы балуандардың есімдерін тілге тиек етті. Моңғолкүре ауданы әкімінің орынбасары Жанболат Бәтенұлы сөз сөйлеп, құрметті қонақтарды меймандос Моңғолкүре атынан шын жүректен қарсы алатынын білдірді. Жиынның екінші кезеңінде мамандар бұрау жеткен домбырадай бір-бірден сөз кезегін алып, ұлттық спорт түрлері туралы ұлағатты үндерін ортаға тастап, қазақ күресінің тарих қатпарындағы іздерін қазбалап, қазақ күресінің ережелерін бір арнаға түсіру, күреске қатысты атауларда бір келкілендіріп, оны халықаралық өредегі жарыстарда да қазақ тілі бойынша алу, тоғызқұмалақ ойынының ережелері мен оны қалай жалпыластыру, қазақ күресі мен тоғызқұмалақ ойыны қатарлы ұлттық спорт түрлерін мектептердің оқыту бағдарламаларына енгізу қатарлы шынайы мәнге ие, мәйекті тақырыптарда өрелі ойларын жеткізді. Сөз кезегін алған мамандар дүниежүзілік қазақ күресі қауымдастығының төрағасы Серік Адамұлы Төкеев, Азия қазақ күресі қауымдастығының бас хатшысы Серік Кененбайұлы қатарлы қазақ күресін ұлықтап, қазақ күресін дәріптеу жолында елеулі еңбек етіп жүрген азаматтарға рахмет алғыстарын жаудырды. Қазақ күресіне бүгінгі таңда 5 дүниежүзілік қазақ күрес федерациясының қолдауымен 5 әлем чемпионаты, 11 рет Азия чемпионаты, және де әлемнің Бразилия, Сан-Паулода, және Африкада қазақ күресінің аламан жарыс, және де Иранның Машат қаласында жарыстар өтіп жатыр. Бұл нені білдіреді? Қазақ күресі бүгінгі таңда географиялық жағдайы кеңейе түсіп келеді. Қазақ күресін дамыту үшін әрбір қазақ азаматы оны жақсы көре білу керек. Жақсы көріп, сол өз мүмкіндігінше қазақ күресінің дамуына үлесін қоса білу керек. Сонда біздің ата күресіміз, ұлттық күресіміз әлемдік деңгейге шығып, Құдайға шүкір дейік, бүгінгіде шығып келе жатыр, қарыштап дамып келе жатыр. Оның айғағы жаңа жоғарыда айтқан бүгінгі ғылыми конференцияда қозғалған әңгімелер, ұсыныстар, соның тікелей дәлелі деп есептеймін. Енді дүниежүзілік қазақ күрес федерациясының алға қойып отырған негізгі мақсаты қазақ күресін Азия ойындарына, жабық кешенді спорт ойындарына, спорт аккорд дейді, соған кіргізіп, содан кейін ары қарай Олимпиада ойындарының бағдарламасына енгізу.
Эле казак күрөсү коомдук бирлестиги осы ретке талкы жыйынга орай жыйнактаган гылмый макалаларды арнайы китап этип курастырып шыккан. Талкы жыйын барысында осы рет жыйнакка гылмый макаласы энгизилген авторлордун өздүк макалаларына сыйлык берилди. Макала авторлары казактын улуттук спорт түрлөрүнүн негизи, улуттук спорт түрлөрүнөн жогору мектептерде иш-чара уюмдаштыруунун маани мен маңызы, тогуз кумалак оюнунун кәсиптик атаулары, асык оюну, кара жорга гимнастикасынын спорт жана ден соолук сабагы жүйөсүндөгү ролу мен ыкпалы катарлы көптөгөн жактарда ой толгап, калам тербеген. Талкы жыйынына катнашкан мамандардын келтирген дерегине сүйөнсөк, азыр дүйнө жүзүндө күрөстүн 300дөн астам түрү бар. Онун ичинде грек, рим күрөсү, дзюдо катарлы күрөс түрлөрү әлемнин 5 рекордуна таанымал болуп, Олимпиада оюндарынын курамына энгизилген. Казак күрөсүндө осундай деңгейге жеткизип, галам шардын басым көп элдеринде таанымал спорт түрүнө көтөрүү үчүн әле де зор жумуштар иштелүү керек. Осы тургуда казыр Шинжаңда ишнара орундарда казак күрөсү сабаккана сыртындагы дене тарбия түрү ретинде энгизилип, түйө балванга сайкес бота балван жарыстары өткүзүлө баштаган. Сөз кезегинде катышты мамандар бота балван жарысын жалпылаштыруу жөнүндө усунусту ортага койду. Бул усунус Калкаралык казак күрөсү коомдастыгынын колдооуна ээ болду. Үлкен конференция болды. Әрине бүгінгі бұл бастамамыздың бәрі қазақ күресін дамыту ғой. Сондықтан да жақсы пікірлер айтылды. Жаңадан мінекей қаншама азаматтардың пікірлері тек қана түйе палуан емес, кейін бота палуан деген жаңадан бір идея туып отыр. Оның бәрі бір жақсы ғой, кейінгі ұрпаққа керек. Бұл тек қана үлкендер ғана күресу емес, жастар үлкендер. Кейінгі жастарға да үлгі болу үшін жастарды тәрбиелеудің бір мәні. Сондықтан да жастарға да жол беруіміз керек. Сонда қазақ күресі үлкен аренаға шығады, үлкен олимпиада ойындарға шығады деп ойлаймын. Сонда мен өзімді мынау қазақ жастарына осы күрестен тұңғыш олимпиада чемпион болғандықтан мен осы келген себебімде осы қазақ күресін дамыту, оларды ары қарай үлкен аренаға шығару, олимпиада ойынға жеткізу. Сондықтан да қанша миллиондаған осы қазақтардың ниеті, қазақтардың ойы, сол қазақ жастары ертең үлкен аренада көрініп, бүкіл дүниежүзіне осы қазақ күресі жайылсын деп ойлайды. Сондықтан да осы ойымыз іске дұрыс болсын. Ертең олимпиада ойынын көре білейік осы үлкен қазақ күресін. Мен соны тілеймін. Осы екі ұлттың осы сіздер мен біздердің арамызда жақсы ынтымақ болсын. Әрине Қытай халқы дүниежүзіндегі ең алдыңға көтеріп отырған бір халықтың бірі ғой енді. Қазіргі спортқа көп көңіл болып отыр. Сондықтан да осы спортты ары қарай дамытуына сіздер мен біздер себеп болып, осы қазақ күресін дамыта берейік деп тілеймін. Кеңесіп пішкен тон келте болмас дегендей ұлттық спортымызды улуктоо максатында ашылған гылмый талкы жыйынында мәнді кеңес, мәйекте талкы өткізген мамандар кезекті мәжілістің сәтті тамамдалганына ризашылықпен тарасты. Талкы жыйындан соң дәстүріміздің жалғасы болып атадан мирас қалған қазақ күресінен 6-чы кезекте әлем чемпионатының басталуу салты 22 кыркүйек түстөн бурун Моңгулкүрө ауданының дене тарбия сарайында салтанатты түрдө басталды. Бұл ретке қазақ күресінен әлем чемпионатына Джунго, Ресей, Қазақстан, Армения, Греция, Оңтүстік Африка катарлы 22 мемлекеттің 20 вәкілдер үйірмесі катнашты. Ел мерейин асырар халыкаралык чемпионатта Шинжаң балуандар курамасы мен Моңгулкүрө балуандар курамасы елimiz атынан өрөлүү өнөр көрсөттү. Байрақты бәсекені халыкаралык күрөс коомдастыгы, дүнүйөжүзүлүк казак күрөсү коомдастыгы, эле казак күрөсү коомдук бирлестиги катарлы кузурлуу орундар уюмдаштырып, эле казак автономиялы облустук мәдениет дене тарбия, радио, кино, телевизия мекемеси мен Моңгулкүрө аудандык калык өкмөтү салтанатпен өткөздү. Азаттык армия жауынгерлери 5 жұлдызды нарт кызыл тууда сер тустап алаңга кирди.
мемлекет гимні орындалып, ту шығару салты өткізілді. Моңғолгүре аудандық парткомының орынбасар Шужи, аудан әкімі Қуаштай Қазбекұлы басталу сөзін сөйлеп, әр елден келген балуандар мен сыйлы қонақтарды қызу қарсы алатындығын білдірді. Дүниежүзілік қазақ күресі қауымдастығының төрағасы Серік Адамұлы Төкайоп сөз сөйлеп, кезекті жарыстың сәтті өтуіне тілектестік білдірді. Қимылдың күн тәртібіне сай төрешілер уәкілі мен спортшылар уәкілі алаңға шығып серт берді. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Қызайжан Сейілқожаұлы 6-шы кезекті халықаралық қазақ күрес жарысының ресми басталғандығын жариялады. Басталу салтында Моңғолгүре аудандық ойын-сауық үйірмесінің әнші күйшілері мен Қазақстан өнер жұлдыздарының орындаған әсем ән мен тәтті күйлері кезекті қимылдың қызығын асырып, мерейін тасытты. 6-шы кезекте дүниежүзілік қазақ күрес жарысы өткен жылдан бастап қолға алынған шаруа болатұғын. Содан бері мемлекеттік қатысты тараулардан, онан соң енді халықаралық күрес бірлестігінен бекітулерді алып, үстегі жүленді осы қыркүйектің 21-25-іне дейін ауданымызда өткізіліп отыр. Бұл ретте жарысты ұйымдастыруға автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, Іле Қазақ автономиялы облыстық халық үкіметі және қатысты тараулар аудандық партком үкімет баса мән берді. Бұған жалпы арнаулы қызмет жобасын шығарумен бірге амандығын сақтау, күтіп алу, жарыс басқару қатарлы 9 арнаулы группа құрып, осының барлығына бір аудан дәрежелі басшы жауапты болып, осы жұмыстардың дайындықтарын істеген. Ал енді осының арқасында бұл ретке жарысқа енді халықарадан жалпы 20 мемлекеттен 100-ге жуық спортшылар келіп қатынасты. Жиын сондай қызғынды, жақсы, достық мерей ішінде жүрілді. Енді Моңғолгүре ауданы болса, алыс жақын Қатайгілі Тұлпар мекені, Шинжаң Қоңырсиыр мекені және Жүнго Қышы мекені мемлекет дәрежелі өңірлік саяхаттан үлгі көрсететін сынақ аудан, мемлекет дәрежелі экологиялық аудан, мемлекет дәрежелі ауыл қыстақ саяхаты мен көрініс ауыл шаруашылығынан үлгі көрсететін аудан, мемлекет дәрежелі тыныш аудан. Сондықтан енді осы ретке жарысты өткізуге толық шарт жағдайларды әзірлеген. Енді Моңғолгүре ауданымыз жоқ бірнеше жылдан бері аудандық партком үкімет осы дәстүрлі спортты дамытумен бірге халықараға бет алдыру жағында қыруар шаруалар істеді. Айталық, Жүнго Корея ат бәйгесі, халықаралық велосипед ұсыныс жарысы, онан соң 2 мәрте Орта Азия мемлекеттерінің көкпар жарысы, онан соң үстегі жылы шілде айында ат үсті аударыспақтың Азия чемпионатын сәтті өткізген. Ал енді осы ретке 6-шы кезекте қазақ күресінің әлем чемпионатының Моңғолгүреде өтуі, бұл енді Моңғолгүренің атын тіпті де әйгілеп, саяхат маркасын тіпті де көрнектендіріп, Моңғолгүренің бұдан кейінгі экономикасының дамуы менен қоғамының баянды тыныштығына тамаша негіз әзірлей алады деп сенеміз. Бұдан кейін біз енді жалғасты осы Моңғолгүре ауданындағы өзі бекіткен мына қармыз спорты, ат үсті спорты, велосипед спорты және футбол спорты. Осы 4 маркаменен бірлікте ұлттық дәстүрлі спорт түрлерінде жалғасты байытып кемелдендіріп, түрлі бұған қызмет өтетін қоғамдық ұйымдарды құрып,
осы арқылы мемлекетіміз іші сыртыменен жалғасты барыс келісті күшейтіп, осы мәдениет, дене тәрбие жағындағы ауыс күйісті жалғасты жақсартпақшымыз. Басталу салтынан соң қазақ күресінен 6-шы кезекте әлем чемпионаты ресми басталды. Берісі Азиядағы көршілес елдерден, арысы Еуропа мен Африкадан білекті балуандар қатынасқан әлемдік деңгейдегі чемпионатына 60 килограмм, 70 килограмм, 80 килограмм, 90 килограмм, 90 килограммнан жоғары салмақ бойынша және түйе балуан салмағы бойынша кездесу өткізілді. Естеріңізге сала кетсек, қазақ күресінен осымен 6 рет әлем чемпионаты, 4 рет Еуропа чемпионаты, 3 рет әлем кубогы, 11 рет Азия біріншілігі, 1 рет Африка чемпионаты ұйымдастырылған. Сонымен қатар қазақ күресін халықаралық деңгейдегі жарыстардағы бәсеке түрі етіп қосуға азаматтар айтулы еңбек етуде. Алға қойған түпкілікті мақсат қазақ күресін грек-рим күресі, дзюдо қатарлы олимпиада ойындарының қатарына қосып, қазақ күресінің бүгіпай, жамбас ұпай қатарлы атауларын халықаралық аренаның төріне шығару. Қазақ күресін дүние жүзі танитын күрес түрлері қатарына енгізу болып отыр. Қазақ күресінен келесі кезекте әлем чемпионаты Қазақстанның Астана қаласында өткізіледі. Бұл ретке қазақ күресіне алтылаштан арасып, Азия елдерін айтпағанда, өркениеті озық Еуропа мен қиырдағы Африкадан келген меймандардың күтімін жасап, қазақ күресінен әлем чемпионатын ойдағыдай өткізуге Моңғолкүре ауданы еселі еңбек етті. Қазақ күресінен 6-шы кезекте әлем чемпионатының жалауы 22 қыркүйектен 24 қыркүйекке дейін меймандос ел Жәннат жер Моңғолкүре ауданындағы спорт сарайында желбіреді. 2015 жылы Жүнгоның Іле Қазақ автономиялы облысының өзінде болмаса бір ауданда өткізуді дүниежүзілік қазақ күрес федерациясы шешкен. Содан сол орайда мен Асқат Керімбай ағама доклад жасадым. Сонымен ол кісілер бірден ел ағалары бірден қолдаған соң осы Іле өңірінде өтуді. Содан Ілеге келіп, сол кездегі облыстың әкімі Мәнмен Жолдас ол кісілер қолдап, осы Моңғолкүре ауданында осы жарысты өткізуді бекіткен былтыр. Бірақ түрлі себептерден бір жыл кешігіп, міне бүгін көріп жатсыздар, үлкен деңгейде, үлкен өрінде өтіп жатыр. Осындағы халықтарға мыңда бір рахмет, алғыс. Іле облыстық партия комитетке, халық өкіметіне мыңда бір рахмет. Осындай үлкен жарыс, осындай халықтың рухын көтеретін, халықтың көңіл күйін көтеретін осындай жарыстар бола берсін деп ойлаймыз.